Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге асқабақтан нан жасайтын боламыз. Ол үшін бізге асқабақ және асқабақты осылай майда етіп турап аласыздар. Туралған асқабақтарды ыдысымызға салып, газде пісіретін боламыз. Үстіне жеткілікті мөлшерде су құясыздар және жай отта пісіріп аласыздар. Піскен асқабақтарды суытып аламыз. Оған тұзымызды, сүтімізді, қантымызды, мына жерде жұмыртқа қосқан мен сұйық май қосқан, олар видеоға түспей қалыпты өкінішке орай. Және де дрожжымызды салып, жақсылап осылай араластырып аламыз, яғни езіп аламыз бір сөзбен айтқанда. Керекті мөлшерде ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз дәл осы видеода көрсетілгендей қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болу керек. Қамырымызды жарты сағат, 1 сағатқа ашытуға жібереміз. Ашыған қамырымызды өзіміз қалаған формаға келтіріп аламыз. Мен бұл жерде 2 нанның тек біреуіне ғана жұмыртқа жақтым. Негізгі асқабақпен жасаған нанда жұмыртқа жақпасаңыздар да болады, өзі сап-сары әдемі болып шығады. Міне көріп тұрсаңыздар, бұл жерде біреуіне жұмыртқа жағылған, біреуіне жағылмаған. Екеуі де бірақ сап-сары әдемі болып шықты. Кесілгенде де әдемі, осындай жұмсақ болып шығады. Арасын міндетті түрде видеодан қарап алыңыздар. Міне қандай жұмсақ, әдемі, дәмді болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ас болсын.